Сәлем достар, сіздер менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қонақ дастарханға қойғанға өте әдемі көрінетін, тәбет ашатын салаттың рецептін ұсынғым келеді. Өте оңай жасалынады. Бұл салатты корейский острый салат деп атайды. Бұл жерде біз етімізді қалай маринадтау керегін сіздерге айтатын боламын. Біз керек заттарды осылай алдын ала жуып тазалап дайындап аламыз. Бұл жерде бізге сиырдың піскен еті қажет болады. Алғашқы кезекте біз пиязымызды турап аламыз. Пиязды осындай бөліктерге бөліп, міне достар, осындай 4-3 үлкен бөліктерге бөліп аламыз. Табаны отқа қойып, май қыздырып, оның үстіне пиязымыз салып, кішкене осылай қызартып қуырамыз. Оның үстіне сарымсағымызды саламыз, араластырып баяу отта қойып қоямыз. Ары қарай біз етімізді турап дайындаймыз. Етті міне осындай бөліктерге бөліп алып, ұзынша етіп турап шығамыз. Бұл салаттың ерекшелігі етіміздің дәміне қарай. Кейбір салаттарда етімізді осылай піскенінде қосқан кезде дәмсіз болып қалады. Мен бұл салатқа еттерімізді осы пиязбен бірге араластырып дайындап алдым. Сонда етіміз өте дәмді, сочный болып шығады. Міне достар, үстіне тұз және шекерді салып, кішкене араластырып, оның үстінен ащы қызыл бұрышты саламыз, және де оның үстінен 2 ас қасық соевый соусты қосуды ұмытпаңыздар. Осылай араластырып, отымыздың астын өшіріп, үстіне жаңағы турап алған етімізді саламыз. Етті салғаннан кейін оның үстінен 1 ас қасық күнжіт қосамыз. Осылай жақсылап араластырып қойып қоямыз. Ары қарай көкөністерімізді турап дайындаймыз. Ең алдымен қиярды мен осындай ұзынша бөліктерге турап алдым. Ары қарай тәтті бұрыштарымызды да осылай ұзынша бөліктерге турап аламыз. Қызанақтарды ортасынан бөліп, ортасындағы сөлін алып тастаймыз. Бізге ол қажет болмайды. Міне видеоға мұқият қарасаңыздар, осылай пышақтың көмегімен алып тастап, қызанақты да ұзынша етіп турап аламыз. Міне достар, қызанақты да барлығының үстінен салып, көк пиязбен салат жапырағында осындай видеодағыдай етіп турап аламыз. Салат жапырағын қоспасаңыздар да болады. Мен дәмі шықсын және де әсем көрінсін деп салатымызға қостым. Кене дәміне қарай тұз және де 1 шай қасық 70% уксусты қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Өте оңай жасалынады. Достар, егер сіздерде тәтті бұрыш болмаса, тәтті бұрыш қоспай да жасасаңыздар болады. Салаттың рецепті сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса лайк басып, каналыма подписаться деген қызыл батырманы басып, тіркеліп қойыңыздар. Алда түрлі рецепттер болады. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып қойсаңыздар, қуанып қалар едім. Міне достар, осылай бетіне күнжіт сеуіп, әсемдеп, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер.